Мынау не бағдарлама мынау? Жыныстық мүшесіне саусақтарыңызды тықтыңыз ба? Мынау не деген сұмдық? Мынаны теледидардан көрсетіп жатыр да, осыны көрген жастардың психологиясы бұзылмағанда не болады? Құрметті мына жоғарыда отырған ағаларымыз мынандай бағдарламаларды, мынандай жүргізушілерді жүгендейтін адам жоқ па? Мына не деген сұмдық, не деген бассыздық мынау. Мен вообще миға сыймайды ғой мына толық көрсетуге де ұяласым бар ғой. Мынаны көру тұрмақ білмей, вообще менің сөзім жоқ. Біз теледидар арқылы қоғамды тәрбиелеп жатқан адамдарымызда, бірақ мына не көрсетіп жатсыңдар? Бұған кім рұқсат беріп жатқан? Бұған кім жауапты? Не деген сұмдық бұл? Құрметті депутат мырзалар, мынандай бағдарламалар жабуларыңызды өтініп сұраймыз сіздерден. Мынау біздің болашақ, бұл қазақ деген біз текті халықпыз да. Мына біздің тектілігімізді мына пропаганда кәдімгі. Мынау біздің ішімізге іріткі кіргізіп, бұл деген норма, бұндай деген болады екен деген сондай бір айуандық, надандық, хайуандық нәрселерді кіргізіп жатыр да, сонымен көптеген адамдардың ойын бұзып жатыр. Бұл айуандық, бұған жауап бересіңдер, осыны бұзып жатқандар. Бірақ құрметті ел ағалары, мықты жігіттер, жоғары жақта жүрген ағаларым, сіздерден өтініп сұраймыз. Мынаны жүгендеңіздерші. Мынандай мәселені, бұл теледидардан көрсетіліп жатқан нәрсе да, бұл тиктоктағы жаңағы бір боғауыз нәрсені айтып жатқан жоқпыз. Прям тікелей эфирден осылай көрсетіп жатыр ғой. Бұл деген сұмдық қой, біз текті халық емес пе едік? Қазақ деген бұндай надан емес едік қой. Қазақты надан қып көрсетіп, бұл надандық деген, норма деген идеологияны бізге әкеп сіңдіріп жатыр бұлар осындай арқылы. Таратыңыздар, жіберіңіздер баршаларына.